Тыңдармандарым, гүлдер сыры он шөпелеме. Зейнептің анасы Эбруға: «Эбру, сен бүгін түкте істемедің» деді. «Апа, мен ішім бысып кетті» деді. «Зейнеп болғанда ғой» деп айтып қалды. Сол кезде Төлей: «Сәлем қыздар, қалдарың қалай?» деді. Эбру болса: «Сен мұнда не қылып жүрсің? Араласпай кет» деді. Зейнеп: «Бай отбасына кіріп бала ұрлағанды біледі екенсіңдер ғой. Абайлап жүрмесе, Кадердің әкесі өте жаман адам, сақ болыңдар» деді. Ал Зейнеп емдік шөптерді егіп жатты Серхаттың үйінде. Ал оған Серхат сырттай бақылап риза болды. Сөйтті де Зейнептің қасына келіп: «Зейнеп, сен гүл отырғызып жатсың ба?» деді. «Жоқ, емдік шөптер ғой» деді. «Бірақ тек қаршық отырғызатын еді» деді. Ал Қайел болса Зейнеп пен әкесін сырттан бақылап тұрды. Ал Серхат болса Берақтың ағасы Жанға жазған хаттарын өртеп жатқан еді. Зейнепке оларды қоқысқа тастай сал деді. Оларды үйге кірген кезде Қайел келіп өртенген қағаздарды біріктіріп оқи бастады. Ал Жихан қонақ үйге келген кезде қызметкері: «Сізге Зейнеп ханымның сіңілісі Эбру ханым келіп тұр» деді. «Шетпегені сол еді» деді. Ал Қайел әкесіне келіп тұр, компаниясына. Жихан Эбруға келді. «Сен мұнда не істеп жүрсің?» деді. «Маған ақша керек» деді. «Жұмысқа кіру үшін бе?» «Жарайды» дедім. «Жоқ, ДНК сараптамасын жасаттым. Сен Кадердің әкесісің. Мен точно сенімдімін» деді. Сөйтіп қағазды ашып қарады. Ал Қайел болса әкесіне келіп: «Әке, анам сізге опасыздық жасады ғой». «Иә, сіздің сыртыңыздан жүріс жасады ғой, әке, айтшы» деді. Оны естіген Серхаттың өңі бұзылып кетті. «Қызым, не деп тұрсың?» деді. Сол кезде Қайел есінен танып құлады. Ал Эбру болса ДНК сараптамасы сәйкес келмегенін біліп түрі бұзылып кетті. «Зейнепке сәлем айта бар» деп Жиханда кете барды. Ал Зейнеп Эбруға хабарласып: «Сен қайда жүрсің? Анам өзі жалғыз жүр ғой» деп ұрсып берді. Дәрігер Қайелді күйзелісте, яғни шындықты қабылдай алмады. «Сіз оларға қиындықты көрсетпеңіз» деді. «Жарайды» дедім. Сол кезде дәрігер келіп: «Қаншайымым, жағдайың қалай?» деді. «Менде жақсы, бәрі көке» деді. Ал Жихан болса сараптама жасат, Зейнептің жасырын Кадердің әкесі деп күдіктенген үшін маған сараптама жасатыпты. Оның құлқына ақша. Анам дұрыс айтқан екен, аш көз ол» деп Жихан барлығын айтты. «Және де ол Берақтың телефонын тауып алды» деді. «Сендер неге менің артымнан сыртына іс жасап жүрсің?» деді. Сол кезде: «Жан, не болып жатыр? Дауыстарың дәлізге естіліп жатыр ғой» деді. Ал Серхат мырза Зейнепке хабарласып: «Қайда екеніңді маған мекен жайын жібер» деді. Серхат мырза: «Осында келе жатыр. Не үшін келе жатқанын білмедім» деді. Ал Седев Қайелге келіп: «Қайел, сен анаңа мен апарам, болмаса күзетші шақырып, сені ешқайда да жібермеймін» деді. Ал Жихан мен Жан: «Сен неге жасырын телефон барын айтпадың Серхатқа, неге жасырдың?» деді. «Сен маған айтпай-ақ қой, сен де Берақтың сырын біліп, неге жасырдың?» деді. Ал Серхат келіп: «Сен телефонды не үшін жасырдың?» деді. «Ағаңыз айтқанда оған бірінші біліп алайық, содан кейін айтамыз» деп айтты деді. «Онда сен неге ағама жасырын сараптама жасасын, аш көзсің» деп Серхат та оған тиісіп кетті. Сол кезде анасы келіп: «Қызым, не болып қалды, неге ұрыстыңдар?» деді. «Жай ештеңе, мектепте қыздарға бірдеңе болған екен. Апа, мен қазір келем» деп кете барды. Ал Жихан болса Теветке келіп: «Тевет, біз құрыдық. Қонақ үйге заңсыз шетел азаматтар кіргенін біліп қойды. Ештеңе де қылмайды, ешкім де білмей қалады» деді. Ал Зейнеп Эбруға келіп қатты ашуланды: «Сен не бүлдірдің? Сенің мен сыртымнан не істедің?
Білесің бе, Серхат мырза маған аш көзсің деді. Мен ол үйге еріккеннен жүрмін бе? Сен үшін жүрмін ғой. Сенің былықтарыңды жабам деп жүрген жоқпын ба? Ол әуретке екінші жолаушы болма. Оңбаған деді. Сендей сіңілімнің барынан жоғы. Болмағаны жақсы деді. Ал Эбру болса, әйелің есін Серхат мырза әйелің есін жинамаса, сен Серхат мырзаға ғашықсың ғой деді. Осы кезде Түләйда жағаласып кетті. Ал Зейнеп болса Жиһанға хабарласып, телефон жайлы Серхат мырзаға айтыпсың ғой. Ол қазір барып Метис мырзаға барып тиіссе қайтесің? Ештеңе де істемейді деді. Ал Серхат болса Метиске келіп, біз қанша жылдық дос едік білесің бе? Мен саған ақша бердім, менің үйімнен келіп дәм таттың, және де мен саған екеуміз қол алыстық. Сен әйеліме не істедің? Көңіл қостың ғой деп баспен қадады. Аямай ұрды. Бірақ сол кезде Зейнеп келді. Ал Метис Жиһанға хабарласып, енді мен барлығында Серхатқа айтып берем деді. Айтпайсың деді. Ал Серхат ауруханаға келді. Сол кезде Седеп, бірақ ұйықтай тұр. Сенің күйеуің Серхатқа мен бас көз боламын. Уайымдама деді. Ал Қайел анасының қасында отқанда палатаға Серхат кіріп келді. Апа, сен мені кешірші. Сен туралы жаман ойладым, арам ойладым деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп пікір қалдырып кетіңіздер.